Қайырлы күн барша көрермен достар. Бүгін бізде Battle дважды 2 керемет ойыны өткелі отыр. Ендеше бүгінгі ойынның қатысушыларымен таныс болыңыздар. Мен оң жағымда отырған. Менің есімім Марат Навиден. Менің есімім Батыржан Баток. Топтың аты? Біздің топтың аты ЖБ. ЖБ. Неліктен ЖБ? ЖБ деген Жандос Базартай, Жанарбек Мұратқызы. Ректор қайда? Жанашыр Пейбіт апай. Өте керемет ситуациядан шығу. Мен сол жағымда отырған қатысушылар. Менің есімім Нұрахмет. Мені бәрі Нұрахмет деп атайды. Это шедевр! Менің есімім Артай. Өте қуаныштымын. Сіздердің Артай деп атайды, ой, керемет. Таныс болсақ, мен есімім Асқат. Топтың аты. Сіздердің топтың аты бар ма? Бар. Негізі маңызды емес деген бұл. Жалпы бұл топ маңызды емес топ. Топтың аты сіздерде? Жаңа ғана маған керемет бір креативті ат кетті, маңызды емес деген. Это шедевр! Маңызды емес тобы, және де ЖБ тобы бүгін батылда бір-бірімен бақ сынасатын болады достар. Ендеше көп сөз қой бірден бірінші сайыспен ережесімен таныстырып өтейін. Бізде бірінші сайыс крокодил ойынын білесіздер ғой бәрі? Крокодил ойында, бірақ сіздер бұл жерде сөз емес, басқа еш нәрсе емес, бір-біріңізге ән жасырып, соны табатын боласыздар. Ән жасырып, соны табасыздар, енді бұлай болады. Сіздерге 2 минут уақыт беріледі. 2 минутта қанша ән таба аласыздар? Бұлай болса, бірінші торға кезек берейік. Кетті. Так, мен бірінші бастайын. Нарат алды ғой? Тапса, олар қойсын, таппаса, жаймендеп бүйтіп қойып қоясын, міне ала береді оны. Мынау бірінші тұрғаны ғой, Хорошо. Надан болса ала берем, я? өзім бір қайсысын алып келеді. Жан, сәттілік. 1, 2, 3 басталды. Ал. Так. Көрсетпе. Соны крокодил көрсетеді. Ана парақтың маған бере сол. Давай. Уақыт кетіп отыр. Онда күй ба? Күй жоқ еді ғой ішінде. Күй ма? Күй емес па? Бар ғой, имунды бар ғой. Пепка емес па? Біреу. Пепка күй ма я қашан әмір? Көзім. Очки. 10 years later. Сол. Қарайым. Жолға қарайым. 2000 years later. 20 секундтар жол. Жол ма? Давай, дальше. Дұрыс келесің. 10 секундтарың бар. Соңғысын осыны қорғап сен тапса. Стоп деп отыр. Айт. Бір нәрсе. Бір қимыл қосшы болды. Жа, биттім ғой, істеп атырмын мен. Бесік жыр емес па? Жоқ. Соңғы шанс. Басқа не жоқ, не жоқ мен. Шиза, тербел дейді. Айтып қойдым. Кеттік ал. Уақытқа дайынбыз. Дайынсыздар ма? Сіз де дайынсыздар ма? ЖБ командасы. Дайынбыз. 1, 2, 3 кет. Маған бере сал, оқып алды. Келесі компьютермен жазып беремін. Ол мен емес. Айтиван өлеңі. Дұрыс! Біреу. Біріншісін бәрі тесті ғой? Біреу көрсетесің. Я, дұрыс. Не кеу? Айтып кетті десе. Сөйлемей келесі. Хорошо. Шляпа. Ондай ғой? Әзірге 2 өлең болып отыр. Мама. Ол. Басқаша. Сөйлеуге болмайды. 2 өлеңнен тоқтап қалмаңдар. Еңбектейді. Кімнің өлеңі бар? Ыңылдама. Ана кімнің Дастанның өлеңі емес па? Кім бар шляпа киетін? Қара бала. Қыз. Шляпа киетін қыз.
А, мен таптым. Жазу болмайды да. Махаббат керек емес маған көрді. Ладно, білмеймін. Мархаба сәби, қой көрісім, қой ішем, солай тұрма. Көрсетмей салмайсың. Ал түсінбедің. Атом бүйтпейді. Ендеше бізде есеп 2-2 өзімізге жамал қосып. Келесі музыка қалды. Дайынсыз келемін Келесі тур. Бізде екінші тур дәл осындай ереже. Тек қана бұл жерде енді киноны жасыратын боласыздар мимикамен. Белгілі бір қимылдар, сөз айтуға болмайды. Сөйлеуге болмайды. Оған да 2 минут беріледі. Оған да 2 минут беріледі. Бұл сайыста да 2 минут, ә? Иә. Иә, оларса келесі турға кезек керек. Мына жақ бастады, енді сіздер тұрып доказы ұрып кеттіңіздер енді. Хорошо. Секундомер дайындап қойдыңыз ба? Дайын тұр. Менің көрермендерім сәттілікке қойыңыздар. Ой, бар. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Былай қарай жүріп кетейін. Мынау ғой екінші кино, иә? Иә, ортасындағысы. Дайынсыздар ма? Кеттік. 1, 2, кет. Боксер. Дұрыс па? Атын боксер ма? Жоқ, кино айтқанда емес. Ішінде боксер бар. Ішінде боксер ойнайды. Серік Сәпиев. 50 секунд. Қазақша кино ма тоже? Иә. Екінші персонаж. Погоны бар. 52 емес па? Жоқ. Патруль. Типа того. Полиция. 30 секунд. Үшінші. Қадалдық. Садақ. Кинода садақ ататын момент бар. Артынан. Брат или враг пес па? Дұрыс! 20 секунд уақыттарыңыз алды. Қалыс. Кино. Көшпенділер. Томирис. Дұрыс! Бір киномен соғып қалды аты алып тастайтын еді. Уақыт. Еске батыр. Я анда Нашакин түсіндім оны. Қазақша ма? Қазақ кино Иә. ма? Сәке. Жоқ. Жоқ, жазба, әріп жазба болмайды. Что екен? Артында шашы бар мындай. Пальтосы бар. Естедің? Ондай пропаганда сериал кино Соңғы. біреу-ақ. Уақыт бітті. Осы жақында шыққан. Бұрыннан бар негізі жақын. Екінші. 2 сезон бар. 2 сезон. Көмектеспесей. Сүртке түсірді ашында. Мен ол Таптың ба? тауып тұрсыңдар ба? Иә, тауып тұр. Кәм күшті көрсетіп тұр негізі. Сериал ғой, это 2 сезон бар қазақтан да ескейді. Бір вариант сол. Бол. Бізге айтуға болады ма? Жоқ. Болмай ма? Не? Пальто ғой, пляж. Не көрсетіп тұрған ешті? Так, білмейсің ғой, ә? Білемін как сөйтіп. Мынау сөйлей не көрсетіп тұрған. 10-ға дейін сана? 10, 9, 8, Пальто. 7, 6, 5, Пагон. 4, 3, 2, 1. Нөл. Шекер. Шекер. Көрмегем. Ой, мен по-любому білу керек. Екеуі ма? Сіздер екеуін таптыңыздар, ә? Үшеуі таптық, үшеуі. Тамирис. Бізге төртеу Екеуі тапты. Екеуін тапты ғой, Томирис, брат или брак? Тамирис пен брат или брак тапты болды. Әке. Біз тапсақ бізге ұпай беріледі ма? Қаштасқан маңға. Жақында түсірілген кино ма? Рекетир? Ұпай. Асықпаңдар. Асыққандар деп қойды. Так. Бұл киноның өзінің бір фишкісі бар, бірден білуге болады. Білмейміз енді. Нема, бизнес показать важный. Молодец, давай келесі. 10 секундтарың бар, 15 секундтарың бар. Қылыш тағы. Үш, екі, бір, стоп. Вариант Иә, сынады. екі вариант ұсын сенде. Бір вариант. Так, бірінші вариант. Ол, мынау не, қылыш па? Жоқ, бірден айт. Жаңа не сипка. Жәмен Жа, сіздер деген. Режиссер сияқты тұтса ғой. Мен қазақпын. Жүрек. Жүрек.
Мынау жынды кем оны? Біз біліп отырмыз. Оңай санаймыз, оңай санаймыз. Біз сөйтті оңай санаймыз. Шамал, уақыт өтсеңіз, аш құрсын не болса Шамал? Жоқ, бүкіл подкаст уже. Жүрек, қылыш. Иә. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Алмас қылыш таба алмай жатсың ғой. Алмас қылыш. Алмас қылыш. Мынаны не бүйтіп жатсың? Алмас қой. Белгілі ақын жазушылардың аты жазылған. Атты оқисыз да, сол атты сіздің қасыңыздағы адам табу үшін, может сол адамның бір шығармасы атын айтсаңыз болады. Тақпағын оқып берсеңіз болады, или қай жылда туылды, қай жерде туылды деген білмейсіздер. Тек Жоқ, сөйлеуге сөйлеу болады. керек. бірақ атын айтпау керек, иә? Атын айтпау керек. Атын оны бүйтіп түрін келтірген ұят болады, олар кісілер ғой, сондықтан тек қана сөзбен. Егер жоқ мен білмеймін, Википедиядан қараймын десеңіздер, интернетке мүмкіндік бар. Қараған кезде уақыт өтеді. Оғанда уақыт өтеді. Иә, үшінші турға кезек берейік ойымызда. Кеттік ал. Бастайтынызда Нұр Ахмет. кеттік. Қошемет таппақ, ол өте қиын, қазір болады турлардың бірі. Дайынсыздар ма? Алмайсыз ба? Раз, два. Екі, Бастаймыз. кеттік. Қара сөздері бар. Абай. Ең оңай елінде, ең оңай. Тілеп отырмыз істеген деп. Ең алғашқы мұғалім. Ахмет байтұрсын ғой. Жоқ, Ең оңайлары кетіп қалды ма? Жаңа мен қателескен адам. Пайдинау. Сложный говорит. Түртіп қалды ғой. Википедия пайдаланайын, иә? Давай, тезітсе енді. Уақыт көп бір минутың бар асықпа. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиеті. Торайғыров па? Сол тағы. Әлихан Бөкейхан. Жоқ, тағы. Айта берші бәрі білетіндеріңді. Сол арасынан шығады шығар. Білетіндерің дегенде ол әр сөз бабаларының сол қой. Тағы бір шығармалар айтшы. Неше уақыт кетті. Кетті. Астына қарасай бар тапқаның сол ма? Мағжан Жұмабаев. Аттау дедім сен жоқ дедің. Ақын жазушы Драматург. Нобель сыйлығын иегері. Құрманғазы районында Алматы қаласында дүниеге келген. Шығармасын іздеші. Википедия Әнмен басқасына танымал кіруге болған бұл. Бүкіл дүние жүзі айтады бұл тамсаға сегізде. Бүкіл Қазақстан Сен көріп кер. әнұран жастыры. Кім ғой? Назарбаев бар, сосын кім бар? Шымкент Нәжмеден сосын. Қалдаяқов бар. Ішінде. Дұрыс. Шымкент Шәмші ақын емес. Иә, көрдің ба? Біз Шәмші ақын жазды. болды, аузыңды ашпаймын. Әнге қатысты. Мынау кім дейді, фамилиясынан атын білмейді даже. Масқа. 30 секунд орған жасаған. Бір ғасыр. 175 жыл толды. Жабаев. Дұрыс. Молодец. Сіздерде 27 секунд қалыпты. Мен ашық тұр. Жас кеткен. 25. Пайда 27. Шоқан Уәлихан. Жоқ. Шығарма. Бесарыстың бірі ма? Қателесіп кеттім. Бесарыстың бірі. Жоқ. Мағжан Жұмабаев. Мұхтар Әуезов. Міржақып Дулат. Дұрыс. Ал 4 секунд. 3, 2. Абайдың інісі, немере інісі. Ой, кім ғой? Кім? Жоқ. Ана не болып қалады? Жоқ, соңғы бір адам. Соңғы адам. Жоқ, есіңізде Біліп отыр. Біліп отырсың сен. Айт енді. Шәкәрім сұрай берді. Сонда да бір ұпай бізде артта келеді. Неге теңіз тұқы дұрыс па? Бізде төртеуін тапқан. Теңіз тұқы. Жоқ, общий счетпен. Общий счет. Общий счетпен, иә. Общий счет қой, общий счет. Ендеше достар, бүгінгі біздің алғашқы тұсаукесер шығарылымыз өз аяғына жетті. Сайыстың нәтижесі 2-1. Сіздер топтардың аты маңызды емес тобы 2-1 ұпаймен ЖБ тобын жеңген болатын. Өте кішкентай ғана бір ғана ұпаймен қалып қойды.
Осымен біздің сайыс аяқталды. Көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Осыны көретін көрермендерге көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Құрметті достар, мына каналға тіркеліңіздер, колокольчик Комментарийға біз жазыңыздар.